Бірінші сұрақ. 6 Б сыныбында 14 оқушы футболмен, ал 10 оқушы баскетболмен айналысады. Сыныпта барлығы 21 оқушы бар, және олардың үшеуі ешбір спортпен айналыспайды. Неше бала екі спорт түрімен де айналысады? Мына жақта белгілейік. 14 оқушы футболмен, 10 оқушы баскетболмен, барлығы 21 оқушы, және үшеуі ешбір спортпен айналыспайды. Осы есепті Эйлер-Вен дөңгелектері арқылы шығара аламыз. Осы үлкен дөңгелекті біз 6 Б сыныбы деп атаймыз. Оның ішіне кіретін 21 бала. Әрі қарай. Бізде оның ішінде екі жиын бар. 14 оқушы ол футболмен айналысатын балалар саны. Ол футболмен айналысатын саны 14 оқушы. 14 бала дейік. Әрі қарай баскетболмен айналысатын 10 бала бар. Мына болады баскетбол. Ол бізде 10 бала. Әрі қарай. Тағы 3 оқушы 6 Б сыныбына кіреді, бірақ футболмен де, баскетболмен де айналыспайды. Мына жаққа 3 бала дейміз. Енді қарай. Егер 21 бала сыныпта болса, 3 бала осы ұйымдарға қатыспаса, 21 азайтамыз. 3 тең болады. 18 бала ол спортпен айналысады. Енді, егер спортпен айналысатын 18 бала болса, мына жақта футболмен 14 айналысады, баскетболмен бізде 10 айналысады. Екінші амалымыз қандай болады? Егер қараңыз, 18 бала барлығы болса, 14 бала ол тек қана футболмен айналысатын болса, 18-ден 14 азайтсақ, шығады 4 бала ол футболмен айналыспайды. 4 баланы осы жерге жазсақ, табамыз тек қана баскетболмен айналысатын неше бала бар? 4 бала. Енді барлығы баскетболмен айналысатын 10 бала бар, бірақ тек қана баскетболға баратын 4 бала бар. Үшінші амалмен 10-нан азайтсақ 4-ті, табамыз 6 бала, ол 2 спорт түрімен айналысады. Сонда мына жақта бізде 6 бала болады. Екеуін қоссақ шығады 10. Қараңыз, 14-тен 6-ны азайтсам, мына жақта 8 шығады. Енді барлығын қосқанда 18 болу керек. Мына жақта 10, қосамыз 8, 18. Айналысатын балалар мына жақта 18, 3-ті қоссақ 21 шығады. Сонда 2 спорт түрімен айналысатын балалардың саны шығады 6 бала. Жауаптарда А жауабы дұрыс.